Марқұм Шерзат Болаттың тарапының адвокаты Саида Тәуекелова Нұрғанат Ғайыпбаевтың өліміне қатысты тың деректер айтты. Шерзат ісі бойынша Нұрғанатпен бірге тергеуге күнделікті жауап алу кезінде бірге қатыстық. Ауыр психологиялық жағдайын байқамадық. Ал Today Info Instagram парақшасында жариялаған видеоға сенсек, Шерзаттың туыстары Ғарыпбаев өзіне қол жұмсады дегенге сенбейді. Денеде жіптің асылудың ізі жоқ дейді олар. Ондай ақпарат жоқ. Мен сіз алып келдіңіз бе? Жоқ, әкелгенде скорда мен түсіріп, имамын шақырып, екеуін бәрі тексеріп алдым. Ол жіптің нелерін жоқ. Ол имам жаназада асылған не болса, отказ етуі де мүмкін. Айтын тексеріп аламыз деді. Имам тексеріп алды, өзі мойнында жіптің ізі жоқ. Кейіннен операцияны енді 9 желтоқсанда Талғар қаласының шет жағынан марқұм Шерзат Болаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың мәйіті табылды. Полиция мәліметінше ол өз-өзіне қол жұмсаған. Қалайда ағасы Қаржаубай Нұрмов суицид жасағанына сенбейтінін жеткізді. Азаттық сайтының мәліметінше Қаржаубай Нұрмов ұлының бейіт басында жүрген. Інісі Нұрғанат Ғайыпбаевтың мәйіті де осы маңынан табылыпты. Біздің Азат ауылы Шерзат жатқан жер бейіттің басында түнде. Біз келеміз, бір кісілердің айтуы бойынша автокөлік осында деп айтқаннан кейін. Мына жерде автокөлік түнде тұрады, есік ашық, телефоны бар, 2 телефоны бар. Осы жермен жалғыз із жүреді. Мынаны бүйтіп түседі. Мына жерде жар бар. Ана жақта асфальт жол бар. Тоғайдың арасы. Осы жардан түседі ары қарай. Бірақ мына жерден адам түсу мүмкін емес. Где-то 700 метр ме 500 метр ана трассаға қарай жақындайды. Мына жардың бойымен түседі. Мына жерде із тұр. Осы ізбен мен қолап жүріп түнде. Почти 1 километрге жақын десем де болады. Біраз жүрсе адам шаршайтын жер. Сонымен барып, трассаның бойында отырып, болғаным өліп қалғанмын ғой. Таудың ортасы. Осымен жүреді, түнде жалғыз өзі. Ол жақтан алыстан осылай келеді де, мына бетонның артында, қоршаудың артында. Бізбен қолап отырып, жіңішке талдың артында. Екі аяғы жерге тиіп тұр кәдімгі. Бүктеліп отырған күйінде тауып алам осы жерде. Мойнында ана светодиодный мойнында сол ғана тұр екен. Мына бұтаққа байланған. Бірақ ол отыр свободно. Ана механический бараза дейді, ана асыл бөлген кезде асфиксия болған кезінде. Ол бір жағында ғана із тұр, қалған жағында жоқ. Шерзаттың ісі қоғамда шу тудырғаны Нұрғанаттың арқасында болды. Әділдік талап етіп, Талғар қаласының орталығындағы көшеге жиналуға отбасын, достары мен таныстарын ұйымдастыра білгенде осы Нұрғанат еді. Егер бұл наразылық болмаса, Шерзаттың ісі жабылып қалуы мүмкін еді. Наразылық шарасы кезінде Нұрғанаттың өзі тұра алмағандықтан орындыққа отырды. Әлгі сәтсіз төбелесте ол жарақат алып ауруханаға жатқанмен, наразылық шарасын ұйымдастыру үшін сол жерден кетіп қалған. Құқық қорғаушы Айтбек Амангелді мен отбасының адвокаттары құрған Шерзат үшін әділдік арнасында Нұрғанаттың жедел жәрдем бригадасында маман болып 9 жылдан астам жұмыс істегенін хабарлады. 2021 жылы Алматы әуежайына қонып жатқан әскери ұшақ апатқа ұшырағанда Нұрғанат жанып жатқан ұшақтың 2 әскери қызметкерін аман алып қалды.